Сәлем достар, бүгін бір айдан 12 айға дейін баланың суретке түсу үшін фотосессия жасайды ғой қазір. Бір айдан 12 айға дейін соқасына фотокарточка болып қояды ғой. Сондай фотокарточка жасап үйренетін боламыз. Ендеше бастайық. Пиксартқа кіреміз да осылай. Плюсты басамыз. И мен алдын ала осындай бірдей фондар сақтап қойғанмын. И осындай бірдей русалканың суреттерін сақтап қойғанмын. Желательно бәрін бірдей қылып сақтаған дұрыс болады, чтоб бір айдан 12 айға дейін дизайндары ұқсас болу үшін. Так, фонды таңдаймын, бірақ бұл слишком ұзын болып тұр. Сондықтан инструментыға кіремін да, обрезать деймін. И маған квадрат керек. Square дегенді басамын. Сразу квадрат қылып кесіп береді. Галочканы басамыз. Енді добавить фотоға кіремін да, жаңағы өзімнің бір русалкамды мынаны біреусіне добавить деймін. Артындағы ақ фоны қалды. Ақ фонды алдында көрсеттім. Remove BG, background деген. То есть артындағы фонды удалить деген сөз. Осын басамыз. И артындағы ақ фонды өзі автоматически өшіріп береді. Осылай. Әдем болды. Енді осыны мына жаққа үлкейтеміз. Осылай үлкейтіп қоямыз. Все әдем болып тұр. Тағы үлкейтсек болады. Все почти дайын. Енді текстін жазамыз. Текстке маған бір ай. Маған бүгін бір ай деп жазайық. Маған бүгін бір ай. Так, бірді отдельно жазамыз қазір. Үлкейтіп. Маған бүгін дегенді жазайын. Галочканы басаймыз. Кішірейтеміз. Солай. И шрифт таңдаймыз. Шрифтке кіріп, галочканы үстін басамыз. И недавний мои шрифтыға кіресіздер. Осыны өзіңізге керек шрифтті таңдайсыздар. Неге маған бүгін деп мына шрифт таңдадым мен. Үлкейтемін. Так. Енді цвет таңдайым. Мына цветовая гаммаға кірем да. Так, өзім бір розовый жасағым келіп тұр мына жерден. Так, осы келетін сияқты. Но все равно яркий болып тұр, Все, енді нормально болған сияқты. Маған бүгін дейміз да. Енді тағы да текстке кірем да. Бір деп жазамын цифраны. Шрифтін таңдаймыз. Так, шрифт сол неде тұр екен. Шрифтімізді енді үлкейтемін. Бір деген санды үлкен болу керек. Бір деген сан. Так, цветке кіріп бағанағы цветті таңдаймыз. Соңғы. Так, пипетканы аламыз да. Сақталмапты цветіміз. Мына бір деген. Так, цветті боядық. А вот жазсаңыз да вот қарамен, ақпен. Бір енді қайт текстке кіреміз да. Ай дейміз. Ай енді цвет. Так, пипетка. Цветті таңдадық. Енді размер. Размермен надо определиться. Так. Все бірде болған сияқты. Енді астына апарып қоямыз. Все, маған бүгін бір ай дайын болды. Галочканы басамыз да сақтап аламыз. Готово дейміз, сохранить дейміз. Все, солай, тура солай. Екінші карточканы плюсты басамыз да. Үшінші карточкамызды сөйтіп 12 айға дейін карточканы жасап аламыз. Мен тағы бір екеуін көрсетейін. Кіреміз тағы да квадрат кесіп аламыз. Бізде бәрі бірдей болу керек қой размері. Енді добавить фото дейміз да. Жаңағы екінші русалкамызды қоятын боламыз. Мына русалканы қояйын. Добавить дейміз. То же самое. Удалить фон. Үлкейтеміз. Мына жаққа қойсақ болады енді бұны. Таққызды. Мына жаққа қойып, поворотты басып, орынмен баян ауыстырып, мына жаққа қаратып отырғызамын.
Так, все әдемі болды. Фонымен бәрі үйлесіп тұрған сияқты маған ұнап тұр. Енді тағы да маған бүгін 2 ай деп, или мен туылдым деп сөйтіп жазады ғой. Сол сияқты мен туылдым деп жазайын. Я родился деп орысша жазады ғой, мен туылдым деп жазайын. Так, шрифтті бағанағы шрифт таңдаймын. Цвет тоже бағанағы цветім қайда? Сақталмапты бағанағы цветім. Так, бағанағы цвет сақталмапты. Так, бүйтеміз, добавить фото дейміз да, шрифтіміз бәрі бірдей болу керек қой, енді желательно на фото добавить дейміз да. Енді мына цветін таңдаған кезде пипетканы аламыз да, мына цвет таңдаймыз. Все, неки. Мен туылдым, мен мынаны өшіріп тастасақ болады. Туылдым деп, солай үлкейтіп, ортасына болсын, шетіне болсын қойып қоямыз. Все, тоже бұны да сақтаймыз. Енді бұны қалай шығару керек, неден? Принтерден қалай шығарамыз? Ол үшін PicsArtқа кіреміз да, холстыға кіреміз да, А4 таңдаймыз. Мінекей менікі таңдаулы тұр. 24-80, 35-08 деп. Осыны таңдайсыздар да, галочканы басасыздар. Жоғарыдағы тағы галочканы басасыздар, редактировать дейсіздер. И осыған кіргеннен кейін жаңа добавить фото дейміз да. Фотокарточкаларымызды таңдаймыз осылай и добавить дейміз. Негізі бұның пустой шаблонында болады. Пустой шаблоны керек болса, тоже менен сатып алсаңыздар болады. Болмаса осылай қойып шықсаңыздар болады. Так, мына жаққа 3-ші ай болады, мына жаққа 4-ші ай болады, мына жаққа 5-ші ай болады деген сияқты осылай по порядку қойып шығасыздар и осылай шығарып аласыздар. Так, қиып клиентке тапсыра қоясыздар. Видеом пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.